28 сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Жақсы мен жаман. 35 тапсырма мәтінді тыңда. Диқан атызға бір төп гүл әкеліп отырғызда. Гүл күннен күнге тамыр жайып, гүлдеп өсе берді. Бір күні, әй, сен көп асқақтама, әлі өмірге келгеніңе өкінетін боласың деген дауысқа жалт қараса, төменде ұсқансыз тырбық шөп басын қиылтитып тұр екен. Гүлдің көңілі ортайып жабырқап қалды. Бірте-бірте солып сарғая бастады. Амалсыз жанындағы өзінен жасы үлкен гүлге басын сүйеді. Жабырқама, сабыр ет, деп жұбатты ол. Адамдар оны арамшөп деп атайды. Одан әлі құтыламыз. Жамандардың өмірі қашанда қысқа. Жақсы сөз жарым ырыс деген ғой. Үлкен гүлдің айтқаны рас болды. Ертеңіне адам келді де арамшөпті тамырымен бірге жұлып тастады. Гүл қайтадан құлпырып өсті. Көп сырды ұқты. Өмірде жақсылар да жамандар да бар екен. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой жақсы мен жаман туралы айтылған. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңмен пікірлес. Мәтін мазмұны жақсы адам, жаман адам. Бұл жердегі гүл мен арамшөпті жақсы адам мен жаман адамға теңеп тұр. Жақсы сөз жарым ырыс мақалы бойынша өзіңше ой тұжырымда. Жақсы сөз жарым ырыс. Сен жақсы сөйлейтін болсаң, жақсы нәрселерді ниет ететін болсаң, жақсы нәрселерге ұмтылатын болсаң, сол жақсылыққа міндетті түрде жетесің. Мәтінге жоспар құр. Мәтінге жоспар құратын болсақ, гүлдің өсуі, гүлдің көңілі, гүлдің жабырқауы, гүлдің сабырлылығы, арамшөптің сөзі және гүлдің қайтадан құлпыруы. Құрған жоспарың бойынша мазмұндама жаз. Осы жоспар бойынша балалар мазмұндама жазуға болады. 36 тапсырма мақалды көркем жаз. Ащыны білмеген тәттіні де білмейді. Мақалдың мазмұны қалай түсінгеніңді айт. Бұл мақалдың мазмұны ащыны білмеген деген ол үнемі бізде жақсы күндер бола бермейді. Бір күніміз жақсы, бір күніміз жаман болып өтеді. Бұл жерде ащыны білмеген дегеніміз ол біздің жамандау болып өткен күніміз. Тәттіні де білмейді. Жаман күнді білмеген адам жақсы күнін де білмейді деген мағынаны білдіріп тұр. 37 тапсырма көптің нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Аспаз борщ пісірді. Тісті күніне 2 рет щеткамен тазалау керек. Бұл жерде ш әріпі қойылды. Шығармашылық үзіліс. 38 тапсырма. Құрамында ч, ш дыбыстары бар сөздерді тауып айт. Ч дыбысы бар сөздерді себетке, ш дыбысы бар сөздерді жәшікке орналастыр. Ч дыбысыны чемодан, чемпион және тағы басқа сөздер. Ш дыбысына щетка, борщ және тағы басқа сөздер жатады. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Түсінбей қалған тапсырмаларың болса, комментарияға жазуларыңа болады. Мен сендерге міндетті түрде жауап беремін.